екі ғана нәрсе бар, біздің халық түсінбей жатқан, халыққа жетпей жатқан. Ол екі бағыт. Ең бірінші Қазақстанның азаматшаларын біздер деген елімізде құқық заңдарын сауаттандыруымыз керек. Заң жағынан. Заң бар екен, діни заң бар екен, оның осындай әрекеттер үшін осындай шара қолданады екен, бағана әкімшілік бар, құқық жағынан бар, осындай шаралар қолданады екен, мемлекеттің бар екен, мемлекеттің заңы бар екен, оны ұстану керек екен, оны бұзбау керек екен. Бірінші бағыт біз заң жағынан сауаттандыруымыз керек халқымызды. Екінші бағыт ол әрине бірге жүретін діни жақтан сауаттандыруымыз керек. Қазақстан елімізде дәстүрлі ханафи мазхабын ұстанатын деген. Қандай ұстаным халыққа жеткізуіміз керек? Ата-бабаларымыз қандай жолда болды? Қандай ұстаным болды? Біздің салт дәстүріміз сол баяғы заманнан келе жатқан біздің шариғатымызға ұстанып жүрген дінімізге қайшы келе ма келмей ма, соның бәрін түсіндіріп халқымызды сауаттандыру керек. Деструктивті діни ағымдардың материалдарын таратуға емес, тіпті өзіңе жүктеуге болмайды. Жүктердің бе әкімшілік құқық бұзушылық кодексі бойынша жауапқа тартыласың. Қандай дін ұстанасың? Ислам дін ұстанасың ба? Христиан бағытының дін ұстанасың ба? Католик боласың ба? Иудаизмнің дін ұстанасың ба? Саған ешкім кедергі жасамайды. Бірақ бұл жерде бір мәселе, елдің ұстанымдарын бұзбай, діни іріткі салмай, заңымен өмір сүр.